Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Менің досым 307 бөлмеде жатыр еді. Извините, я вас не поняла. Менің досым 307 бөлмеде жатыр еді. Соған келіп едім, келгенімді білдірейін десем, телефонының қуаты өшіп қалыпты. Извините, вы можете по-русски говорить? По-русски дегенде кішкене түсінем енді, бірақ мағынасын дұрыстап жеткізе алмаймын. Мой друг здесь. Извините, какой друг? Менің досым, менің 307 бөлмеде жатқан досым. Жарайды, осында тұра берейін, қазір өзі кетіп қалатын шығар. Hello, I'm very good. What's his number? 20. Thank you. Thank you. Шымкент супер қала екен. Sorry, what? Шымкент супер қала дейм. Да, супер. Ассалаумалейкум. Уағалейкум Сіз ассалам. қазақша білесіз ба? Жай үйреніп келе жатырмын. Онда мына қарындасқа менің досым 307 бөлмеде жатыр деп түсіндіре аласыз ба? Қалай, казахский ма? Өзің түсіндірмесің бе? Бірақ түсіндірейін десем болмай жатыр. Жарайды. I'm просто Беберсус. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы можете помочь с клиентами? С чем? Потом они разговаривают по-казахски, но я не понимаю. Извини, я тоже не понимаю по-казахски, но если английский, то с радостью. Ассалаумалейкум. Бізде қандай көмек керек? Ешқандай көмек керек емес. Керісінше мен көмек беріп жатырмын. Қалай сонда? Мына қарындас қазақша түсінбей жатыр екен. Мен соған мына жігітке көмектесіп аударып беріп жатырмын. Отырамыз, барамыз. Менің досым 307 бөлмеде жатыр еді. Соны мына қарындасқа айтсам, қазақша түсінбей жатыр. Қалай сонда? Сіз бара беріңіз, қазір біз сіздің досыңызды шақыратын боламыз, біз отыра береміз. Я, не болды? Извините, но я не понимаю казахский и на нем разговаривать я стесняюсь. Қалай түсінбегені? Өз тілімізде өзіміз құрметтемесек, басқа елдер қалай құрметтемесін? Извините, больше такое не повторится. Қысқасын айтқанда, осы аптаның соңында қазақ тілден тест аламын. Өтпесем өзім аламын.